Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамастырып, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін біз сіздермен бестің шайына немесе балаларға 10 минутта дайын болатын айраннан тіске басар дайындайтын боламыз. Бізге бір кесе айран, қант, 2 жұмыртқа, ұн, сода, тұз қажет болады. Бірінші айранымызды ыдысымызға құямыз. Үйлеріңізде ашыған айран болса, тастауға асықпаңыздар. Осылай 2 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Өте тез дайын болады. Осылай жақсылап араластырып, үстіне қант қосамыз. Мен қант көбірек қостым, себебі бізде балалар тәттіні жақсы көреді. Если сіздер қант көбірек қосқыларыңыз келмесе, тек 1 қасық, 2 қасық қоссаңыздар жеткілікті. Осылай жақсылап араластырамыз. Үйлеріңізде сыр болса, аскөк болса, оларды да қоссаңыздар күшті болады. Үйде не бар, сонымен дайындап жатырмыз. Тұз, сода саламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осылай ұнымызды саламыз. Қамырымыз дайын. Осыны енді қатты жұқа қылмай, орташа қалыпта жаямыз. Осындай болып шығады. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Қалыңдығы осындай болады. Осылай қамырымыз жайып болғаннан кейін кесіп аламыз. Мен осылай кесіп дайындап қойдым. Енді қызып тұрған майымызға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Әрі дәмді. Қалып кеткен айранды балаларыңыз ішкісі келмесе, осылай жасап берсеңіздер болады. Видео ұнаса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат. Келесі кездескенше.